Так, 5G роутер, Kcell 5G роутер. Ең бірінші оны сатып алар алдында, ең бірінші оны біз тексеру керекпіз. Мысалы, 5G ұстай ма деген сияқты да. 5G роутер Kcell'да ол ішінде 4G да бар, и 5G да бар. Егер 5G ұстамай тұрса, 4G ұстайды деген сияқты. Ол үшін покрытие, карта покрытияны қараймыз, ең бірінші. Пока роутер сатып алмаймыз, бірінші қарап аламыз. Міне мысалы карта покрытия. Астына түсіреміз осылай. Сосын жерде міне карта покрытия 5G дегенді қараймыз. Осы жерде қараймыз. Өзіңіздің қалаңызды таңдайсыз. Сосын өзіңіздің микрорайон немесе улицаны бүйтіп жақындатып бүйтіп қарап, мына фиолетовый болып тұр ғой, мына фиолетовый. Солар болса, мына ішінде граница ғой, фиолетовый болса, онда соның ішінде кіріп тұрса, өзіңіздің микро. Мысалы, жерде жақсы ұстайды, мұн жерде онша емес ұстайды, міне мұн жерлерде. Мұн жерлерде дұрыс ұстамайды, мынаның ішінде ұстайды деген 5G. Сол үшін осыны қарау керекпіз ең бірінші. Қай жерде жақсы ұстайды? Мысалы, өзіңіздің домыңызда ұстай ма деген сияқты да. Осы арқылы қарап аласыз, қалаңыз таңдайсыз. Содан кейін уже жақсы ұстай ма, значит, сатып аласыз уже роутерді. Мына жерде жақсы ұстай ма, мысалы, роутерді сатып аламыз. Оны қай жерден сатып аламыз? Төгеске кірсеңіз болады. Төгеске кіріп. Роутер деген мынандай ғой. Мынандай роутер деген осындай. Мына жерде индикатор тұр. Міне 5G, 4G, сосын статус. 5G бұл синий жанса, қатты деген да, уже 5G синий жанса, любой 4G болсын, 5G болсын, синий жанса, ол жақсы ұстап тұр деген сигнал. Егер жолтый жанса, мына екеуінен біреуі, мысалы 5G болсын, 4G болсын, жолтый жанса, онда средний сигнал. Егер красный жанып атса, ол слабый сигнал деген. Так, енді 4G роутерді қай жерден сатып аламыз? Төгеске кіресіз, Kcell деп жазасыз. Kcell деп жазасыз да. Сосын міне Kcell шықты. 4-3 шықты да, мысалы. Соның офисіне барасыз да, живой. Барып сатып аласыз. Соның офистарында бар осы роутер. Мынандай роутер офистарында бар ол. Барып сим-картасы қапталдарында тұрады. Сим-картына коробкасы бар ғой, коробкасы. Соның қапталында жабысып тұрады. Или сол жерде қондырып берің деп айтасыз сол жерде да. Или өзіңіз қондырсаңыз болады. Сим-карты коробканың қапталында бір жерінде жабысып тұрады, короче. Соны алып, сим-картыны алып, роутердің ішіне саламыз. Так, мысалы сізде Каспийден де алсаңыз да болады. Каспийден де, мысалы, Каспий дейсіз да. Каспий кіріп, поискке жазасыз. Тоже Kcell деп жазасыз. Любой қаланы таңдай берейік. Kcell деп жазасыз, мысалы. Міне 32 мың теңге тұрады. Оның бағасы 32 мың теңге. Офисында барсаңызда 32 мың теңге. Соның ішіне кіресіз. И 32 мың теңге осын сатып аласыз. Каспийден де алсаңыз болады, бірақ күтіп боласыз. Лучше мына офисына барып сатып алған жақсы. Сразу сатып аласыз да. Kcell деп поискке жазасыз. И адрестері шығады, жаққа барып сатып аласыз. Сим-картының ішінде тұрады уже, коробканың қапталында жабысып тұрады. Содан кейін соларға айтсаңыз болады, қосып бер деп. Немесе өзің үйіңе келіп қосып алсаң болады. Сим-картын саламыз, ол ана коробканың қапталында тұрады. Сим-карты. Сосын сим-картын салып, тоғын қосып, роутерді қосып қоямыз, дайындап қоямыз. Енді ол роутерді регистрация жасаймыз, қалай жасаймыз? Ол үшін, регистрация жасау үшін бірінші телефонда интернет болу керек, басқа интернетті, мысалы, роутерға кірмейміз Wi-Fi-ға. Әлі кірмейміз. Просто интернетті, мысалы, басқа интернет. Или біреудің телефонында болады, обязательно телефонмен істеген жақсы, ода камерасы жақсы да. Любой бір адамның телефонын аласыз, или сол өзіңнің телефонын аласыз, соның ішінде егер интернет бар болса, басқа уже бұрыннан бері келатқан интернет бар болса, соны аламыз да, мына сайтқа кіреміз. Start Kcell
.kz дегенге. Мына роутер бар ғой, 5G роутер кесел, соған кірмең әлі. Wi-Fi-ға да, LAN кабельмен де қоспаң вообще. Телефонға или компьютерге де кірмең. Бұны телефонмен істеген жақсы, телефонда камерасы жақсы. Телефонға кіресіз осылай. Для роутера дегенді басасыз. Для роутера деген. Сосын қалаңызды таңдайсыз. Сосын номер роутера. Жаңа роутердің қапталында номер шығады, өзің роутермен бірге, коробкамен бірге келеді. Сол номерді жазасыз. Ол тоже актив или кесел. Сосын иініңізді жазасыз, GSM. Содан кейін контакт номер деген, ол қазіргі сізге хабарласатын номер да, сізге просто қазір данный момент любой бір телефон. Сосын проверить номер дейсіз да, арғарай нешат камераға түсіс, бетіңізді түсірет. Содан кейін бәрі болғаннан кейін ең соңында типа успешно деп шат, успешно зарегистрирован деп шат. Содан кейін уже сізде интернет болады. Бірақ ішінде интернет болғанда қалай? Ақша төлеу керексіз. 2009 несін. Тарифін көрсетіп жіберейін. Тарифі міне тұр. Міне 2009, интернет без оборудования да. Сим-карта бар ғой, так коробканың ішінде. Міне тұр. 2995 теңге. Каспиге кіресіз, Каспиге. Сосын платежиге кіресіз, содан кейін кесел деп поискке жазасыз. Сосын роутердің номері бар, роутермен келген номер бар, актив или кесел. Соның номерін жазасыз сияққа. Сосын барып 2995 теңге сал жібересіз соған. Содан кейін автоматически сізге сообщение келеді. Соткиге немесе роутерға келеді. Әйтеуір келеді сообщение. Успешно уже интернет қолдана берсеңіз болады деп, интернет қосылды деп келеді. Так, регистрация жасадық. Бетіңізді түсіреді, камера қосып кетеді. О, обязательно телефон керек, телефон. Сосын свет керек, обязательно. Бетіңізге свет жарқырап тұру керек, чтобы камера сіздің бетіңізді түсіреді. Сосын GSM керек, GSM-ді тересіз. Сосын роутердің номерін тересіз. Так, сөйтіп теріп интернет қосып кетеді. Сосын характеристика, роутердің характеристикасы. Мынау да. Роутердің характеристикасы мынау міне. Мына роутер бар ғой, міне, роутер. Соның характеристикасы міне мынандай. Так, роутердің ең астында IP адрес бар, пароль бар, Wi-Fi-ның паролі бар, веб-интерфейстің паролі бар, VPS-тің паролі бар, наклейка да, астында. Соны қарасаңыз болады. Так, оның моделі мынандай, Huawei. 12 ай гарантия береді, 64 устройствоға дейін одновременно кіреді. Мысалы, 64 телефон, телевизор деген сияқты солар кіре береді. Мынау общий несі максимальный 2400, 2.4 пен 5 ГГц қосқан кезде 2400 мегабит секунды береді. Wi-Fi мен устройствоның арасындағы скорость. Ал жалпы 5G-дің скоросты, 5G-дің скоросты да, міне 5G-дің скоросты жалпы 1500 мегабит секунд деп жазылып тұр сайтында. Так, Wi-Fi 6 бар, 5-те бар Wi-Fi 6 и Wi-Fi 4 бар. Бізге осы Wi-Fi 6 жақсы. Ең тез. Сосын 2.4 ГГц бар диапазон. И 5 ГГц те бар, екеуде бар. Сосын 4G мен 5G бар. Егер 5G дұрыстамай атса, 4G ұстайды деген сияқты. Бірақ 5G-дің скоросты қатты. Так, LAN кабель біреу и 1 гигабит в секунду LAN кабель біреу бар. Сосын вес 440 грамм. Сим-карта ішінде бар уже. Обязательно сал жүреді екен. Так, енді скорысын тексеріп жіберейік спид тестпен. Кесел роутер 5G, соның скорысын тексереміз. Оның скорысы міне мынандай.
иногда 300-ге дейін барады, 600-ге дейін барады иногда. Таңертең мысалы адам жоқ кезде, көбісі ұйықтап жатқанда кіресіз, сол кезде скорость қатты болады. Загрузкасы осындай, выгрузкасы бір 50, сондай 50-ге жетер жетпес. Қырық жеті. Так, осыны қарап алсаңыз болады.